Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Мөлдір Әділхан. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, нәзік орешница печеньесін дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Печеньемізді дайындау үшін бізге комнатный температурадағы жұмсақ май керек, қайнатылған сгущенка керек, бір дана жұмыртқа, қопсытқыш, тұз және ұн қажет болады. Жұмсақ майымызды ыдысымызға саламыз. Қайнатылған сгущенканы үстіне қосып, бір текті қамыр болғанша араластырамыз. Араластырып болған соң, бір дана жұмыртқамызды және тұзды қосамыз. Барлық ингредиенттер төменде описаниядан көре аласыздар. Араластырып болған соң ұнымызды және қопсытқышты қосамыз. Бір текті қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын болуы керек. Қамырымызды әбден илеп болған соң 40 граммнан таразыға өлшейміз және дөңгелектейміз. Қамырымызды 40 граммнан осылай таразыға өлшеп домалақтап шығамыз. Ішіне салмасына шоколад немесе қайнатылған вареный сгущенканы салсаңыз да болады, өз қалауыңыз бойынша. Қамырымызды бөліп болған соң салмасын саламыз. Мен вареный сгущенка қолдандым. Шай қасықпен бір қасық вареный сгущенка салып, осылай формасын келтірсеңіздер болады. Салмасына шоколад қолдансаңыз да болады, өз қалауыңыз бойынша. Осылай дөңгелектеп формасын келтіріп аламыз. Өзіңізге ұнайтын форма жасасаңыз да болады. Печеньені толықтай жасап алған соң, бетін орехпен әрлейміз. Содан соң алдын ала қызып тұрған 160 градустағы пеште 15 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Тез пісіп шығатын печеньелер шайыңызға өте керемет. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап қойыңыздар.